Саламатсыздар ма? Бүгін мәтін есептерді теңдеулер мен теңсіздіктер құрастыру арқылы шешу тақырыбының Б тобының есептерін шығаратын боламыз. 36-11 есеп. 3 бригада бір ауысымда 96 тетік дайындады. Бірінші бригада екіншіге қарағанда 18 тетік артық. Үшінші бригада бірінші мен екінші бригадалардың бірге жасаған тетіктер санының 11-ден 5-дей дайындаған. Әр бригада қанша тетік дайындады? Егер жұмысшы жасалған бір тетікке 56 теңге алса, онда әр жұмысшы қанша теңге алған? Бірінші жұмысшының бір ауысымдағы жалақысы үшінші жұмысшының жалақысынан қанша пайызға артық дейді. Бірінші бригада екіншіге қарағанда 18 тетік артық дейді. Біз ең азын x деп ала берейік. Бізде екінші бригада ең аз екен, себебі бірінші бригада екіншіге қарағанда 18 тетік артық болса, демек екінші бригада 18 кем. Енді бірінші бригаданы x арқылы өрнектейтін болса, ол 18 артық болғандықтан x қосылған 18 болады. Үшінші бригада бірінші мен екінші бригадалардың бірге жасаған тетіктер санының 11-ден 5-дей. Демек, екеуінің қосындысын 11-ден 5-ке көбейту керек. 11-ден 5 көбейтілген жақшаға жаза берейін. X қосылған X қосылған 18. Үшеуінің қосындысы 96-ға тең. Сонымен бірінші теңдеуіміз үшеуінің қосындысын жазуым керек. X қосылған 18 қосылған X қосылған 11-ден 5. X қосылған X қосылған 18 тең 96. Барлығында ортақ бөлім 11-ге көбейтіп жіберсек болады. 11-ге. Сонда X-іміз ол 11x болады. Қосылған 18-ді 11-ге көбейтсек 198 болады. Қосылған 11x болады. Енді бөлімінде 11 болғандықтан біз 11-мен қысқараттан 5-ке ғана көбейтіледі бұлар. Қосылған 5x қосылған 5x қосылған 18-ді 5-ке көбейтсек 90 тең болады. 96-ны біз 11-ге көбейтуіміз керек. Ол 1056-ға тең екен. Енді айнымалыларын біріктіретін болсақ, 11x, 11x, 5x, 5x. 11 мен 11-ді қоссақ 22, 5 пен 5-ді қоссақ 10, демек 32x. Тең болады. 1056-дан азайтамыз 198. Азайтылған 90. Сонда 32 x-іміз тең болады. 1056-дан 198-ді және 90-ды азайтқан кезде 768 болады екен. X тең болады. 768-ді 32-ге бөлеміз. X-іміздің мәні тең болады 24. Бұл 24 дегеніміз ол екінші бригаданың жасаған детальдарының саны. Ал енді бірінші бригаданы табу үшін біз оған 18-ді қосуымыз керек. Екінші бригадамыз 24, бірінші бригадамыз 24 қосылған 18 тең 42. Ал енді үшінші бригаданы табу үшін осы екеуін қосып 11-ден 5-ке көбейтсек болады, немесе x-тің орнына 24 қоя салып тапсақ та болады. Сонда 11-ден 5 көбейтілген 24 қосылған 42 деп жазсақ. 11-ден 5 көбейтілген 24 пен 42-ні қоссақ 66. 66 мен 11-ді қысқартсақ 11-ге 1-ден 66-ға 6-дан 5 жерде 6 30. Сонда үшінші бригада 30 деталь жасаған екен. Біз енді әр бригаданың қанша жасағанын таптық. Келесі сұрағымыз: егер жұмысшы жасалған бір тетікке 56 теңге алса дейді. Енді біз әрбір бригаданың қанша теңге алатынын табуымыз керек. Мына жерге жаза берсек, 42 деталь жасаған болса, демек біз бірінші бригаданы 42-ні 56 теңгеге көбейтеміз. Себебі әрбір детальға осынша алған. 42 көбейтілген 56. Сонда бізде болады 2352. Келесі 24 деталь дайындаған екен екінші бригада.
24 көбейтілген 56 тең болады 1344. Үшінші бригадамыз 30 дайындаған екен. 30 көбейтілген 56 тең болады 1680 екен теңге. Екінші сұраққа жауап бердік. Енді үшінші сұрақ. Бірінші жұмысшының бір ауысымдағы жалақысы үшінші жұмысшының жалақысынан қанша пайызға артық дейді. Бұл жерде бірінші жұмысшының бір ауысымдағы жалақысы үшінші жұмысшының жалақысынан қанша пайызға артық деп тұр. Демек, үшінші жұмысшы бізде 100% болуы керек. Үшінші жұмысшымыз ол 1680 теңгеміз, ол 100% болса. Онда бірінші жұмысшы қанша пайыз артық алатынын табу үшін 2352-ні жазып қоямыз. X пайыз болады. Енді пропорцияның қасиетін қолданып, шеткі мүшелерді көбейтеміз. 1680-ді көбейтеміз X-ке. Ол тең болады ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне. Демек, 2352-ні көбейтеміз 100-ге. Сонда X-іміз тең болады 235.200-ді бөлеміз 1680-ге. X тең болады 140. Енді бұл X тапқанымыз ол 140%. 140% алған болса, бірінші бригада, демек ол үшінші бригадан қанша пайызға артық ол үшін 140%-дан азайтамыз 100%-ды. Сонда бізде 40% болады екен. Сонымен үш сұраққа да жауап бердік. Біріншісі ол қанша деталь дайындағандары 42, 24, 30. Ал енді екіншісі қанша теңге дайындағандары. Соңғысы қанша пайыз артық екені. Келесі есеп 36-12 есеп. Еденнің ауданы 9 метр квадрат және шаршы пішінді бөлменің қабырғаларын желімдеу керек. Еденнің ауданы 9 метр квадрат екен. Шаршы пішін деген бөлменің биіктігі 3 метр. Есіктің ауданы 1,8 метр квадрат. Терезенің ауданы 1,5 метр квадрат және бір тұсқағазбен 7,2 метр жерді желімдеуге болады. Сұрақтары: бөлмені желімдеуге қажет тұсқағаздардың санын табыңыз дейді. Ол үшін біз қабырғалардың алып жатқан ауданын табуымыз керек. Енді едені шаршы пішінді болғандықтан қабырғасы оның қаншаға тең болады? А квадрат шаршы болғандықтан А квадрат болады. Ол 9 метр квадрат болса, А тең болады 3 метрге. Енді бізге бөлменің биіктігі 3 метр дейді. Бұны енді сызатын болсақ, бізде осындай бір бөлме болса, сол бөлменің табандағы қабырғалары 3 метрден екен. Биіктігі оның тағы да 3 метр екен. Есіктің ауданы 1,8 метр квадрат дейді. Демек, бізде есік бар. Есігіміз мына жер болса, және терезесі бар екен. Есіктің алып жатқан ауданы 1,8 және терезенің алып жатқаны 1,5. Енді есік пен терезеге бізге тұсқағаз жапсырылмайды. Демек, біз табанның периметрін тауып алып, оны биіктікке көбейтсек, онда барлық қабырғаның ауданы шығады. Сонымен ары қарай табанның периметрі, егер де ол шаршы болатын болса, демек ол тең болады 4А деген формула бар. Демек, қабырғаны 4-ке көбейтеміз. 4-ті 3-ке көбейтсек, сонда 12 метр. Бұл табанның периметрі. Біз табанның периметрін биіктікке көбейтсек болады. Сонда S тең болады P көбейтілген 3. Сонда 12-ні біз көбейтеміз 3-ке. 36 метр квадрат болады екен. Бұл енді терезе мен есікті алмаған кездегі ауданы шықты. Енді ол екеуміз алып тастауымыз керек. Мұнамыз S1 болсын, онда S2 тең болады. S1 азайтылған 1,8 азайтылған 1,5. Сонда 36-тан азайтамыз 1,8-ден азайтамыз 1,5-ді. Сонда ол 32,7 болады екен.
32,7 метр квадрат. Біз қазір түсқағаз жабыстыруға болатын қабырғаның бөлігін таптық. Енді осыны біз бөліміз керек. Әрбір түсқағазымыз 7,2 метр болатын болса, біз 32,7 метр квадратты біз бөлеміз 7,2-ге. S2-ні бөлеміз 7,2-ге, сонда 32,7-ні біз бөлеміз 7,2-ге. Енді оның жоқ мәні тауға болады. Нақты мәні шықпайды екен. Ол шамамен 4,5. Ал енді бізде түсқағазда ол жартылай сатылмайды. Бүтінге дейін дөңгелектеуіміз керек. Сонда 5-тен қосылады. 5 бүтін болады екен. Бізге 5 түсқағаз керек. Біз бірінші сұраққа жауап бердік. Енді екінші сұраққа жауап беретін болсақ, егер түсқағаздың бағасы 650 теңге бума болса, онда түсқағаз алуға қанша теңге кетеді дейді. Демек біз 650-ді көбейтуіміз керек 5-ке. 650-ді көбейтеміз 5-ке. Сонда бізде 3250 болады екен. Сонымен бірінші сұрағымыздың жауабы ол 5 түсқағаз керек болады. Ал енді екіншісінде қанша теңге кетеді? 3250 теңге. Номер 36-13 есепті қарастырайық. 30 см текше пішінді аквариумды толтыру үшін қанша литр су қажет дейді. Ең алдымен бұны шығару үшін бізде 1 литр судың қандай көлем алатын еске түсірейік. 1 литр суымыз ол 1 дециметр кубқа тең болады. Ал енді 1 дециметр кубымыз ол 1000 сантиметр куб. Енді бізде аквариумымыз текше пішінді болғандықтан оның көлемі А куб болады. Енді А дегеніміз 30 болғандықтан 30-дың кубы 30-ды біз 3 рет өзіне өзін көбейтеміз деген сөз. Демек 30-дан 30-ға өтсек 900, 900-ді 30-ға көбейтетін болсақ 27.000 болады. 27.000 сантиметр куб. 27.000 сантиметр куб. Біз оны литрге айналдыру үшін 3 нөл сызылады екен. Демек 27.000 сантиметр кубымыз тең болады 27 литрге. Сонда жауабы 27 литр болады екен. Номер 36-14. Гүлзар қабырғаларының ұзындықтары 3-тің 4-ке қатынасындай. Тіктөртбұрыш пішінді болып келген. Егер гүлзардың ауданы 4800 дециметр квадрат болса, онда тіктөртбұрыштың өлшемдерін табыңыз. Демек бұл жерде ұзындығы мен енін табу керек. Бірінші ұзындығы болсын. Екінші ені болсын. Енді 3-тің 4-ке қатынасына деп бір, демек ұзындығы бізде оның 4 болу керек, және ені 3 болу керек. Енді біз білмегендіктен қабырғасын 4х және 3х деп белесек болады. Енді гүлзардың ауданы 4800 болғандықтан біз ұзындығы мен енін көбейтуіміз керек. Сонда 3х-ті көбейтеміз 4х-ке. Ол тең болады 4800 дециметр квадратқа. 3х-ті 4х-ке көбейтетін болсақ, 3-ті 4-ке көбейтеміз 12. Х-ті х-ке көбейтсек, х-тің квадраты болады. Тең болады 4800 х квадрат тең болады 12. Оң жаққа бөліп өткен кезде 48. 4800-ді бөлеміз 12-ге, х квадрат тең болады 400. Егер қандай да бір санды өзін көбейткен 400 болатын болса, ол демек 20 болғаны. Біз 20 деп біз х-ті таптық. Енді ұзындығы мен енін табу үшін біз 4х-ті және 3х-ті табуымыз керек. 4х тең болады 4 көбейтілген 20 80-ге тең болады екен. 3х-ті табу үшін 3-ті көбейтеміз 20-ға 60 болады екен. Жауабы 60 дециметр және 80 дециметр екен. Келесі есеп 36-15 есеп.
гүлзардың ені ұзындығының 7/5-ін құрайтын тіктөртбұрыш пішінді дейді. Егер гүлзардың ауданы 3500 дециметр квадрат болса, онда оның өлшемдерін табыңдар. Егер гүлзарды қоршау үшін қажет бір сәнді блоктың ұзындығы 50 см болса, онда қоршауға барлығы қанша сәнді блок керек дейді. Бұл жерде де бірінші ұзындығы деп қойсақ, екінші ені десек, ені ұзындығының 7/5-ін құрайды. Демек, ұзындығы x болатын болса, онда ені оның 7/5-ін құрайды. 7/5 x болады. Егер гүлзардың ауданы 3500 болса дейді, демек ауданын табу үшін ұзындықпен енді көбейтеміз. 7/5 x-ге көбейтеміз, ол 3500-ге тең болады. Енді x-ті x-ге көбейтетін болсақ, демек 7/5 x квадрат болады, тең 3500-ге x квадрат тең болады. 7/5-ті бөлу қылып өткізуге болады екіншіға. 7/5 бөлу болып өткен кезде, сонда x квадратымыз тең болады. 3500-ді көбейтеміз 5-тен 7-ге. 5 пен 3500-ді қысқартатын болсақ, 5-ке 1-ден 35-ті 5-ке бөлсек 7, демек артында 2 түссе 700 болады. 700-ді 7-ге көбейтетін болсақ, 4900 болады екен. X квадрат 4900 болатын болса, ол демек x-іміз 70-ге тең деген сөз. 70 дегеніміз ол енді ұзындығы, енін табу үшін осы 70-ті 7/5-ге көбейтуіміз керек. 7/5 x тең болады. 7/5 көбейтілген 70. 70 пен 7 қысқарады. Онда 5-ке көбейтсек 50 болады. Сонда бізде ені 50-ге тең екен. Ұзындығы 70-ге тең екен. Егер гүлзарды қоршау үшін бір сәнді блок ұзындығы 50 см болса, біз бағанан бері шығарып отқан бұл жерде дециметр ұзындығы, сонымен бізде болды 70 дециметр, ені 50 дециметр болды. Біз енді табуымыз керек. 50 сантиметр болатын болса, әрбір блоктық 50 сантиметрді дециметрге айналдырайық. Ол үшін 10-ға бөліміз керек, демек ол 5 дециметрге тең болады. Енді ол жерде тіктөртбұрыш болғандықтан бізде мынандай гүлзардың өлшемі мынандай бір тіктөртбұрыш болып тұр. Енді ол 70 болса, бір жағы ені 50 болса, оның периметрін табуымыз керек. Қоршап шығу үшін периметр керек болады. Периметр дегеніміз 2a плюс b. Ол жерден 2 көбейтілген 70 қосылған 50. Бұдан тең болады 2 көбейтілген 120 тең болады 240. 240 дециметр екен біздің периметріміз. Енді периметрді біз бөліміз керек 5-ке, себебі 5 дециметр болатын блоктармен қоршалып жатыр. 240-та бөлеміз 5-ке. Сонда 48 болады. Демек, бізге 48 блок қажет болған. Жауабы 48. Номері 36-та 16-шы есеп. Тікбұрышты параллелепипедтің өлшемдері 2-ның 3-ке, оның 4-ке қатынасындай, ал көлемі 192 дециметр куб. Тікбұрышты параллелепипедтің өлшемдерін табыңыз дейді. Бұл жерде 3 өлшемін табу керек екен. Бізде v тең a көбейтілген b көбейтілген h деген формула бар. Осы формуланы қолданамыз. Енді бірінші ұзындығы, екінші ені, үшінші биіктігі болсын. Енді олардың қатынастары 2-ның 3-ке, оның 4-ке қатынасында екен. Біріншісі ені болсын. Демек, ол 2 қатынасы оған тең болса, демек, ол 2x деп алайық. Себебі қабырғасын білмейміз. Ұзындығы 4 болсын. Ол 4x. Биіктігі 3x болады сонда. Енді осы үшеуінің көбейтіндісі бізде 192-ге тең екен, себебі бұл тең 192 дециметр өзі беріліп тұр. 4x көбейтілген 2x көбейтілген 3x тең болады 192-ге. 4-ті 2-ге, оны 3-ке көбейтетін болсақ, 24 x 3x көбейтетін болсақ, демек ол x-тің 3 дәрежесі. X-тің кубы 192-ге тең. X-тің кубы тең болады 192-ні мен 24-ке бөлуім керек. Сонда x-тің кубы тең болады
8-ге. Енді бізде қандай санды өзіне өзін 3 рет көбейтсек 8-ге тең болады, ол әрине 2. Енді әрбір өлшемдерін табатын болсақ 4x'ің, демек 4-ті 2-ге көбейтесің деген сөз. Бұдан бізде 8 болады, ұзындығы. Ені 2-ні 2-ге көбейтуден шығады, ол 4-ге тең. Ал биіктігі 3-ті 2-ге көбейткен шығады, ол 6. Біз 3 өлшем таптық, 8, 4 және 6. Жауабына сол жазайық. Жауабы 4, 6, 8 екен. Номер 36-та 17-ші есеп. Ғимарат тік бұрышты параллелепипед пішінді болып келген. Оның ені ұзындығынан 6 есе кем және биіктігінен 3 есе кем дейді. Егер ғимараттың бүйір бетінің ауданы 8232 метр квадрат болса, онда оның биіктігін табыңдар. Сонда бізде егер ені В болса, ол В X-ке тең болатын болса, А тең болады. Амыз 6 есе кем, ені 6 есе кем болатын болса, демек ұзындығы керісінше 6 есе көп болады, демек 6x-ке тең болады. Биіктігі H 3 есе кем, ені бізде биіктігінен 3 есе кем болса, демек биіктігі енінен 3 есе артық, демек ол 3x-ке тең болады. Ғимараттың бүйір бетінің ауданы 8232 метр квадрат болса, онда оның биіктігін табыңдар. Енді ол жерде ғимарат шамалап сызып көрсетсек. Осындай бір ғимарат болсын. Енді оның табандағы ұзындығы 6x, ені x, биіктігі 3x. Енді біз оны әрбір бетінің аудандарын табуға болады, сөйтіп қосуымызға болады. Мысалы, мынаның аудан табу үшін 3x-ті біз x-ке көбейтеміз, сонда 3x квадрат болады. Мынаның аудан табу үшін біз 3x-ті 6x-қа көбейтуіміз керек. 18x квадрат. Осы екеуін қосып 2-ге көбейтсек болады. Ал енді одан да басқа жол бар. Біз табанның периметрін табатын болсақ, мына периметрді, осы периметрін тауып, биіктікке көбейтіп жіберсек те, онда бүйір бетінің ауданы шығады. Біз солай жасайық. Демек, табанның периметрі тең болады 2 көбейтілген А қосылған Б. Ол жерден 2, А дегеніңіз 6x, қосылған Б дегеніңіз x, сонда 6-ға x қоссақ ол 7x, сонда 2 көбейтілген 7x тең болады 14x-ке. 14x-ке тең болады. Енді осы периметрін, табанның периметрін биіктікке көбейтеміз. S тең болады пи h, сонда 14x-ті көбейтеміз 3x-ке, сонда 42x квадрат болады. Әрі қарай осы 42x квадратымыз ол 8232-ке тең. 42x квадрат 8232-ге тең. X квадратымыз тең болады 8232-ні бөлеміз 42-ге, сонда x квадрат тең болады 196. Енді 196 деген санымыз ол қандай санда өзіне өзін көбейткенге тең болады деген сөз. Ол 14 екен. Онда оның биіктігін табыңдар дейді. Бізде ол x-іміз ол ені еді. Биіктігін табу үшін біз 3x-ті табуымыз керек. 3x-ті табуымыз керек екен. Сонда 3x-іміз тең болады 3 көбейтілген 14, 42-ге. 42 метр. Жауабы 42 метр болады екен. Номері 36-та 18-ші есеп. Егер жай бөлшектің алымынан 4 санын азайтып, бөлімін 4 санына көбейтсе, онда 12-ден 1. Егер жай бөлшектің алымына 2 санын көбейтіп, бөлімінен 2 санын азайтса, онда 2 саны шығады. Алғашқы бөлшекті табыңдар дейді. Бұл жерде бөлшекті табу керек болғандықтан, ол бізде А-ның Б-ға қатынасындай бөлшегі берілсін. Енді әрі қарай алымынан 4 санын азайтып дейді. Демек, А-дан азайтады екенбіз 4-ті, бөлімін 4 санына көбейтсе, В-ны көбейтуіміз керек 4-ке.
онда 12-ден 1 дейді. Демек бұнымыз 12-ден 1-ге тең болу керек. Енді тағы да бір шарт бар екен. Бөлімнен 2 сан азайтса, егер жай бөлшектің алымына 2 санын көбейтіп, демек аны 2-ге көбейтіп, бөлімінен 2 санын азайтса, демек бұдан 2-ні азайтсақ, онда 2 саны шығады дейді. Ол 2-ге тең болады деген сөз. Бұл жерде пропорцияның қасиеттерін қолданамыз. А-4-ті 12-ге көбейтеміз. В көбейтілген 4-ті 1-ге көбейтеміз. Демек А-4 көбейтіледі 12-ге. В көбейтілген 4-ті 1-ге көбейтеміз. Енді жашан сыртындағы көбейткіш әрқайсысына көбейтіледі. Сонда 12 А азайтылған 4-ті 12-ге көбейтсек 48. Бұны 4-ге көбейтсек 4В, 1-ге көбейтсек, демек 4В-ның өзі. Сонда бұл жерде барлығында 4-ге бөліп жіберсек болады екен. Сонда 3А азайтылған 12 тең болады В-ға. Келесі екінші теңдіктен бұл жерде А көбейтілген 2-ні тең дейміз. 2-ның бөлімінде 1 бар. 1-мен көбейтілсе де болады. А көбейтілген 2, көбейтілген 1-іміз тең болады. В-2-ні көбейтеміз 2-ге. А-ны 2-ге өтсек 2А, оны 1-ге өтсек 2А қалады. В-ны 2-ге өтсек 2В. Минус 2-ні 2-ге өтсек минус 4. Барлығын 2-ге бөліп жіберейік. А тең болады екен. В минус 2. Сонда бұл жерден де В-ны табатын болсақ, В тең болады минус 2. Екінші жаққа қосу өтеді. Демек А қосылған 2-ге тең. Енді екеуі де В-ға тең болып тұр. Демек ол екеуінің теңдігінен екінші жағынан 3А азайтылған 12 тең болады А қосылған 2 теңдігін алуға болады. Бұл жерден А-ны бері қарай өткізетін болсақ, 3А азайтылған А болады. Тең 2 минус 12-міз плюс өтеді. Демек 12 болып қосылады. Бұл жерден 3А-дан А-ны азайтсақ, 2А тең болады. 2-ге 12-ні қоссақ, 14А тең болады 7-ге. Енді мына жерден біз В-ны таба аламыз. Сонда В тең болады 7 қосылған 2 тең 9. Біз бағана А-ның Б-ға қатынас бөлшегін табуымыз керек еді. Сонда бізде бөлшегіміз 7. А бөлінген В деген бөлшегіміз ол 7 бөлінген 9 деген бөлшек екен. Жауабы 7-ның 9-ға қатынасы. 36-19 есеп. Салымшы банкте жылдық өсімі 10% депозит ашты. Бір жылдан соң ол депозиттен 60 мың теңге алғанда депозитте алғашқы салынған соманың жартысына тең ақша қалды. Екінші жылдың соңында депозитте қанша ақша болады? Сонымен біріншісін бастапқы деп қояйық. Екіншісі бір жылдан соң. Бастапқыда ол X ақша салған болсын. Бір жылдан соң ол 10%-дық депозит болғандықтан ол 10% артты. 10% артатын болса, ол 110%-ға тең, 110%-ға тең болады. Ал 110%-ды біз бөлікпен жазатын болсақ, ол 1,1 бөлік. Демек, ол 1,1 есе артты десек те болады. Егер X болса, оның бастапқысы, онда 1,1 есе артатын болса, демек, ол 1,1 X болады. Енді бір жылдан соң ол депозиттен 60 мың теңге алғанда дейді. Бір жылдан соң ол 1,1 X-тен азайтқан кезде 60 мыңды ол тең болады екен. Депозитте алғашқы салынған соманың жартысына тең ақша қалды. Алғашында ол X болатын болса, оның жартысы қалды дейді. Демек, X бөлінген 2 қалды. Енді алдымен X-ті табалақ, сосын келесі екінші жылдағы соңында депозитте қанша ақша болады деген сұраққа кейін жауап береміз. Бұл теңдікті шешетін болсақ, енді барлығын 2-ге көбейтіп жіберсек болады. Сонда 2,2 X 60 мыңда 2-ге өтсек 120 мың. 2-ден X-ті 2-ге өтсек жай ғана X қалады. X-ті бері өткізетін, солға қарай өткізетін болсақ, 2,2 X-тен азайтамыз. X-ті тең болады 12 мыңымыз минус болғандықтан екінші жаққа плюс 12 мың болып көшеді. 2,2 X-тен X-ті азайтсақ 1,2 X болады. Ол 12 мыңға тең. Сонда X-іміз тең болады 12 мыңды біз бөлеміз 1,2-ге. Енді үтір жылжытуға болады. Үтір жылжытатын болса 12. Мұның артына 1 нөл қосылады. Сонда
120 мыңды біз бөлеміз. Бізден әрде 120 мың екен. 120 мың артында тағы бір нөл қосылады, сөйтіп 1.200.000-ді 12-ге бөле саламыз. Сол кезде артында 5 нөл қалады. X тең болады 100 мың болады. Енді ол 100 мың бастапқы болған екен. Бірақ енді бір жылдан кейін ол өсім болғаннан кейін ол 60 мыңды алды, демек жартысы қалып қалды деді оны. 100 мыңның жартысы сонда 50 мың. 50 мың қалды. Сол 50 мыңды біз тағы да бір жыл күтетін болсақ, онда бізде ол 1,1-ге көбейтіледі. 50 мыңды біз көбейтеміз 1,1-ге. Сонда ол 55 мың болады екен. Сонда жауабы жылдың соңында депозитте 55 мың теңге болады. Сау болыңыздар.